Ал досым өмірден өткен мүгедек қыздың махаббаты. Авторы Арман Сқабылұлы, оқыған Құрманай Еркінбекқызы. 90-шы жылдардың басы еді. Алматының ақылдысы да, ақымағы да, тіпті ақынына дейін базарға шығып кеткен кез ғой. Қала құтты бір үлкен сауда алаңына айналғандай. Көше бойы тізілген саудагерлер. Нарықтың жаңа келіп жатқандығынан болар, әсіресе қазақтар саудагер деген сөзге кәдімгідей намыстанатын. Алда жалда айта қалсаң, жағанға жармасы бөлуге бар. Ауылдан досым келіп, көше бойындағы сол нөпірді аралап келеміз. Әй сұмдық қой мыналарың дейді Марат досым. Бүкіл қала саудагер болып кетіпті. Ана кемпірге не жоқ? Отырмай ма немерелерінің қасында? Мына көзілдірік киген оқымыстау деймін. Бұған не жорық? Досым менің көзілдірікті көзіме бір қарап қойды. Не дейін? Қайбір жетіскендерінен тұр дейсің бұлар. Жұмыс жоқ, бәрі тоқтап тұр. Өзімде жұмыссыз жүрмін. Саудагер болып кетерем, әттең, қолдан келмейді. Ойбай, ананы қара. Мынадай сұлу қыздың көшеде отырғаны жараспайды екен. Көрсеткен жағына қарағанмын. Шынымен де, керемет бір сұлу қыз ұсақ-түйек сатуда. Бұрымы беліне түскен, көздері тостағандай, сары түсті шөт көйлегі денесіне жабысып үлбіреп отыр. Ақсары жүзі албырап, өткен кеткенге алдындағы тауарын сынуда. Қалай жетіп барғанымызды білмей қалдық. Қарындас, кеттік деді қалжыңбас досым. Күнге күйіп отырғанша біздің ауылға барайық. Керемет қой, ұнаса қаларсың. Қыз жымайды да қойды. Мұнысын біздің Мәкең басқаша жорыдау деймін. Шабуылды тіпті детті. Біздің жақтың жігіттері ақын жанды емес пе? Сары көйлекке қарап бір шумақты төкті де жіберді. Сабағы әлсіз сары гүл, жартаста жалғыз түресіп, жауын ба жел ме бәрібір, өзінше ол да күресіп, жартаста жалғыз түресіп. Масаттанып қызға қараған. Сары көйлекті қыз тағы жымиды. Жымиысының өзінде бір сиқыр бар. Арбалдықта қалдық. Табан астында шығарған өлеңім ұнаған жоқ қой деймін. Ұнамаса тағы шығарайын деді досым қызға. Қыз бұл жолы жымиған жоқ. Әп-сәтте мұң тола қалған тостаған көзін Маратқа аударып, алғаш рет тіл қатты. Ұнады, тура менің тағдырым екен. Сенде сұлу қызда мұндай мұңды тағдыр болуы мүмкін емес. Айттым ғой, кеттік ауылға. Келістің жаяу арқалап апаруға әзірмін деген досымның сөзіне қыз тағы жымиды. Ауылға дейін емес, өмір бойы арқалап өтуіңе тура келеді. Несі бар? Арқалаймын деп дос қоймады. Сары көйлекті қыз жымиып басын шайқады. Жоқ дегені болар деп түсіндік. Кетуге айналдық. Тым болмаса атыңды айтшы деді Марат қоштасарда. Мен саған әлі талай жыр арнаймын. Аяулым деді сұлу қыз. Тек өзіңіз арнаңызшы. Жаңағы оқыған өлеңіңізді Мұқағали ақын біз секілділерге баяғыда арнап қойған. Ұрлығы ашылған Мәкең жым болды. Жол жөнекей сөйлеп келді. Сұмдыға, көшеде неге отыр екен? Мынадай сұлу қыз қандай ақылды? Жаңағы өлеңді Мұқаңды білем дейтіндердің өзі есте сақтамаған. Мұна сен білесің бе? Басымды шайқадым. Шынымен білмейді екенмін. Марат ақын емес, бірақ көп ақынды жатқа біледі. Оның өзін сүріндірген мына қыз шынымен де тегін болмады. Ертең тағы келемін, деді досым. Ауылға кеткенше бұл қызды торуылдайтыным анық. Не бүк, не шік болады. Байқаймын, досымның мына қызға есі кеткен секілді. Несі бар? Өзі бойдақ, қыз да керемет. Тал бойында бір мін болсашы. Досым ертесі тағы кетті. Ауылға кеткенше сары көйлекті аруға күнде барып тұрды. Шын ғашық болды. Бірақ сұлу қыз әр жолы бетін қайтарып жіберетін. Қаланың қызы бізді қайтсын деді соңға келгенінде. Жігіті бар шығар. Әттең, сәл ыңғайын білдірсе өмір бойы күтер едім ғой. Енді мені мазалап келуші болмаңыз деді ғой болмаған. Дос кеткелі анда-санда сол көшемен жүріп қалатынмын. Жүрген сайын аяулымды көремін. Бірде көшедегі базар тарқап жатқан тұста сол сұлу қызды көрдім. Алдындағы ұсақ тектерін жинастырып жатып арт жағына қолын созған. О, тоба! Қос балдаққа сеніп тұрып келеді екен. Екі аяғы семіп қалған, жан жоқ, қимылсыз салбырап тұр. Біреулер заттарын көтерісіп жатыр. Өзегіме бір ащы өксіктің тұрып қалған ай. Денем дірілдеп кетті. Мені өмір бойы арқалауыңа тура келеді демеп пе еді менің досыма. Мүгедектігін айтқан екен ғой. Мараттың да әдейі бетін қайтарған болды. Бір жағынан дұрыс та шығар. Досым мұны көрмей кетті емес пе?
Жаратқанның анадай ақылды да сұлу пендесін кем қып жаратқанына таң қалмасқа шара жоқ. Сол пенденің өмір үшін күресіп келе жатқан қайсарлығына тағы да еріксіз бас иесіз. Өйткені ол қызды бүгін тағы көрдім. Орта жасқа келсе де сол баяғы жымиған қалпы, әлі сауда жасап отыр. Ал досым өмірден өткен.